баршаңызға. Біз таңғы ас ішкелі жатырмыз. Баршаңыздың астарыңыз дәмді болсын. Енді Алматыда да қар. Енді қызық 2-3 күннен кейін ерей ме екен, ерімей ме екен? Керемет болып тұр прям. Өте күшті. Ой, кішкентай балапан. Жүре алмай келе жатыр өзі. Күн батып кетпей тұрып фотоға түсеміз деп ойлағанбыз, бірақ нәтижесінде күн батып кетті. А біз енді шықтық фотоға түсуге. Это, конечно, обидно. Міне суретке түстік, бірақ күннің жарығы бәрібір жетпейтін сияқты. Ертең күндіз тағы да суретке түсуге шығу керек. Мен қатып қалдым, байланысты алып. Күн суық кетті, қаштық. Мен де тоңып кеттім. Балықтарыңызға сәлем, менің есімім Ақмарал. Өзіңді күнде таныстыра бермейтін шығарсың ғой? Мен таныстыра отырмын ба? Я таныстыра отырген ғой, мен мұзықтың, короче. Так что подписывайтесь на меня. Осы мызықтың кесірінен кеш шығып жатырмыз. Осы қызды күтемін деп, түф бір. Я күздік фотоға түсе алмадық, я қыстық фотоға түсе алмадық. Сізге фотограф алу керек сияқты. Кетші бар. Серьезно айтам. Достар, біз картоп жасайын деп жатыр. Картоп жасайын деп жатырмыз. Басында мен ойлағанмын, мына кісі жаппай әзірлейін деп жатыр ма деп. Сөйтсем бұл лагманға айналдырып жіберді. В общем, ақыр соңында картопқа айналдырып жібердік қой. Картоп жарайын деп отырық. Батысша айтқанда. Картоп жарамыз дей ма не басты? Картоп жарамыз демейді ғой. Әңгімелескенде, картоп жарамаш деп жатыр. Қызықсың ба деген сияқты. Сондай нелер. Картоп жарамаш деп жатыр. Значит, мен қызықтым ба? Үлкен капуста. Маған негізі капустамен қуырылған картоп ұнайды. Саған ше? Маған ба? Біздің мысыққа бәрібір қандай болса да. Менің парақшама өтіп, видео лайк басыңыздар. YouTube көріп бұны. Білем ғой YouTube көріп. Қарындас, ана картоп аз ғой. Каз. Не var машина. Картоп жегімге кеттіңіз ба? Андай емеші? Шеге картоп жебасың ғой. Может, салат жасап жүреміз? А что, идея же? Очень вкусный же салат будет. Да, вкусно. Хотя это ойын зажирываем, а? Картоппен салатты қосын ба? Вегетарианец болып кетейін ба? Да, сөзін бас. Марал бізде шай ішпей чайды қойған. Жаман түследі, негізі. Қараңғы болып тұр негізі енді. Басқа жаққа көшемін ғой деймін, ыңғайлы жаққа. Ыңғайлы жаққа дегенде, ыңғайлы жақта тұрмын негізі. Бірақ жарықтау жаққа көшсем ба деп тұрмын. Не переживайте деп. Қазір ұшамыз, қайда қонамыз? Посадка. Бұндай емес әрине. Бұлай посадка жасауға болмайды. Міне, осылай. Мұны бұлай мелкий етіп тураймыз. Және достар, мен киімімді ауыстырмай жүрмін, білемін. Қазір болғанда, қазір 1-2 сағаттан кейін. Вот мен қазақ тілінің сөзшісімін. Қазір болғанда 1-2 сағатта деген қалай кетті. Сөзшісі деген қалай кетті. Қазақ тілінің сөзшісі болған ма? Ұзын сөздің қысқасын айтқанда, қазір сағат 9-да Инстаграмда тікелей эфирге кіретін боламын. Ол жердегі тікелей эфирдің тақырыбы біздің онлайн мастер-классқа қатысқан қыздардың сұрақтары. Мысалы, торттан қалай бизнес бастасам болады, қалай айландырып алып кетсем болады, алғашқы заказ, немесе торттағы проблемалары деген сияқты өзекті тақырыптарды қозғайтын боламыз.
мәселе бүгінгі таңның. Өзекті мәселе. Картофел қуырамыз. Кешкі асқа және де капуста салатын жасаймыз. Сіз бүгін вообще боксер жүрсіз. Күнде боксер болды ғой. Көрдің ғой, Қардың не бар? Иә. Қазір мен сіздерге ұсақтығын көрсетейін. Камера алыстан тұрғандықтан онша көрсетпейді. Қазір көрсетемін сіздерге. Қазір капустаның қалай ұсақ етіп тұрғанымды көрсетемін. Видеода әрине көрінбейді, себебі жақыннан тұр ғой, сондықтан. Ал қазір теріс қарап көрсетемін. Неге қосатынын білмеймін. Дәшімізға картоптың жарып салдық. Сериалыма шығыпты, абысындар деген. Қарап отырмын, былай екінші сериясы басталды, қызық сияқты. Және де менің бүгін қасымның боялғанын ұнап тұр. Теңмен бояған болдым, әдемі сияқты. Қалай ойлайсыздар, мен нормально бояна аламын ба, әлбетте дұрыс бояна алмаймын ба? Егер де бояну туралы видео қаласаңыздар, макияж туралы видео жасашы деп қалдырсаңыздар, мен сіздерге макияж туралы видео түсіретін боламын. Және менде стрелка, енді қараңғы болғаннан кейін көрсетілмейді, стрелка көк түсті. Су келді. Көк түсті теңмен жасадым, себебі орамалым кофтам көп болғандықтан. Бетімде румяна. Мен қасымды термеймін, термеген қас болғандықтан кішкене формасына келтіру қиынырақ. Абылай негізі қасты теруге болмайды. Сол қазір бауырсақтың видеосын түсірсем ба деп отырмын, шай ішіп отырмын. Мен өтіріктен шай іше беремін, негізі мұздап қалған. Шай ішіп отыра беремін, құйып алып. Мен енді бастадым. Арасында осы қосып қалдырып кетіп, кухняда тамағымды істеп жүрмін, солай жүре беремін негізінде. Беріліп отырып кино көрмеймін. Бауырсақтың видеосын түсірсем ба деп жүрмін. YouTube қарнап па, Instagram қарнап па, оны көреміз. Және де тікелей эфирге шығамын. Соның уақытын асыға күтіп отырмын, оған дейін тамақ шай ішіп алу керек. Тауда қар отырмын. Кеше естеріңізде болса, біздің Алматыда көктем, шөптерге дейін жап-жасыл деп мақтанып. Мақтан қыз қойды отырады демекші, отырып қойды ғой Алматы. Мен бірақ кроссовкамен жүрмін. Бит болғаннан кейін де суық емес қой. Үйдің алдындағы магазинге басып келгенде еш нәрсе етпейді деп ойлаймын. Тұндағы алған нәрсем жарты литр шықмай 3 дана жұмыртқа. Осылай. Енді үйге бара жатырмын. Біздің салатымыз дайын. Біз мұнда майонез және помидор и аздап тұз қостық. И все. Салат дайын. Енді кешкі ас ішетін боламыз. Дайын. Мінекей мынандай күшті бауырсақ дайын болды. Видеосын сіздерге каналында салатын боламын. Және шоколадпен шай ішейін деп жатырмыз. Орынға құлеймін. Орынға құлейсіз. Шай ішіп қоштасатын қазақтар шығар деп ойлаймын. Сондықтан баршаңызға қайырлы түн. Келесі видеоблогта жүздескенше сіздермен бірге әрине құралай әркін сайын.